Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз қызанақты кремді сорпа дайындаймыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қажетті ингредиенттің барлығы описание бөлімінде болады. Ең алдымен тауық етін майдалап тураймыз. Оны қызып тұрған табаға сұйық май құйып, 10 минут қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан уақытта пияз бен сарымсақты турап дайындап қоямыз. Туралған пияз бен сарымсақты пісіп жатқан етімізге қосып, оны да әдемілеп қызарғанша қуырып аламыз. Пияз бен сарымсағымыз қуырылып болғаннан кейін бетін жауып 5-7 минутке бұқтырып қоямыз. Ендігі кезекте болгар бұрышын алып, 4 бүріштілеп, майдалап, турап, дайындап қоямыз. Ендігі кезекте қызанағымызды алып, дәл жаңағындай болгар бұрышын турағандай 4 бүріштілеп, майдалап, турап, дайындап қоямыз. Бұқтырылып тұрған етіміздің үстінен туралған қызанағымызды болгар бұрышын саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын, қызыл бұрышын, қара бұрышын, копченый паприкасын қосамыз. Дайын болған етіміз бен көкөністің үстінен сливкемізді, суымызды құйып қайнатып аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға макаронды салып 5-7 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің бүгінгі дайындаған қызанақты кремді сорпамыз дайын. Үстінен ас көк қосып ұсынсаңыздар болады. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Видео соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.